Барлықтарыңызға сәлем, сізді осы жерде көргеніме өте қуаныштымын. Бұл видеода біздің курсымызды алғаннан кейін сіздер қалай оны оқисыздар, оқу процесі қалай жүреді, сол туралы айтатын боламын. Курсты сатып алғаннан кейін сізге логин мен пароль беріледі. Сол логин парольді пайдаланып сіздер арнайы платформаға кіресіздер. Бұл Sapio'да edu.kz деген платформа. Өзіңіздің логиніңізді және пароліңізді жазасыз, одан кейін платформаға кіру деген кнопканы басасыз. И сізге мынандай курстардың тізімі шығады. Если сіз осылардың тек біреуін ғана сатып алсаңыз, онда сол курс ғана ашылады, қалғандары ашылмайды. Если барлығын сатып алсаңыз, барлығы ашылатын болады. Жалпы қазіргі таңда біздің 4 курсымыз бар. Күшті монтаж, motion шебері, шеберхана және күшті продакшн деген. Ең бірінші күшті монтаж курсы туралы айтатын болайық. Күшті монтаж курсы, міне кірсеңіздер болады. Бұл вообще бұрын ешқашан монтажбен айналыспаған, нөлден келе жатқан адамдарға арналған курс. Ең бірінші сабақта біз Premiere Pro негізін үйренеміз. Қазір көрсеңіздер болады, міне біздің порталымыздың іші. Мына жерде сіз керекті ссылкаларыңызды алсаңыз болады. Видеоны қосып көрейік. Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздерді күшті монтаж марафонында көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін бізде бірінші сабақ. Кез келген сабақтың астында үй жұмысы болады, және де бүкіл сабақта қолданылған материалдар, программалардың ссылкасы осы жерде болады. Күшті монтаж марафонында біз Premiere Pro мен After Effects программаларын үйренеміз. Premiere Pro'ны көрдіңіздер, енді After Effects негіздеріне ауысайық. Мүсіннің бас бөлігіне тіркедім. Енді осы қойғаннан кейін, енді қазір мен анализ басқаннан кейін After Effects осы точкаға ғана қойып береді маған. Одан кейін марафонның соңында сіздерді бонус сабақ күтеді. Бонус сабақта біз Салават мырзамен, бұл кісі біздің бүкіл фильмдардың, сериалдардың, клиптардың операторы. Операторлық шеберлік бойынша мастер-класс өткіземіз. Бұл жерде қандай камераға түсіру керек, қандай камера қалай түсіреді, жалпы фильмдің камерасы мен обычный камераның айырмашылығы қандай, сол туралы айтатын боламыз. Күшті монтаж для начинающих деп айттым. Одан кейін шеберхана деген курс бар. Шеберхана дегеніміз бұл күшті монтаж марафонның более тереңдетілген курсы. Яғни Premiere Pro мен After Effects программасын біз осы курста тереңдетіп оқимыз. Бұның ішінде сабақтар өте үлкен, 1 сағаттық сабақтар бар. Бұл жерден тура сол жаңағы Premiere Pro мен After Effects'тің ішінде толыққанды, яғни айтылмаған білімдерді осы жерде айтамыз. Одан кейін біздің супер курсымыз бар, motion шеберлігі. Бұл менің ең сүйікті курсым. Бұл жерде біз уже күрделі эффекттарды жасауды үйренетін боламыз. Бұл жердегі основной 2 программа DaVinci Resolve және Blender программасы үйретіледі. Бірінші біз DaVinci Resolve программасының основасын үйренетін боламыз. Және курстың ортасында біз ауыр графикасы бар видеолар жасаймыз. Ол мына видеоны жасап үйренеміз. Және де осы курста біз мына видеоны жасап үйренеміз. Қазір мен таксиім келу керек. Сен де осылай монтаж істей аласың, мен бұны полностью 3D мен істегем. Осыны үйренгің келсе, менің 2 айлық motion шебер курсына жазыл. Тіркелу үшін свайп жаса. Осы 2 видеоны осы motion шебер курсында сіздер қалай жасау керектігін үйреніп шығасыздар. Сонымен қатар сол 2 видеодан бөлек біз программаны инструмент ретінде қолдануды үйренеміз. Біз мына жерде машинаның 3D моделін жасап жатырмыз. Мен осыны қолданамын. Одан кейін достар, міндетті түрде мына рендер панеліне, рендер параметрларына кіремін да, film деген жерден transparent дегенді өшіп тастаймын. Чтоб мен транспарент егер өшпесе, мен мысалы видеоны сақтаған кезде ол артқы фонмен бірге сақталады да, ал ол маған әрине керек емес. Сол үшін мен транспарентті өшіп тастаймын, и бәрі жақсы. Одан кейін біздің соңғы курсымыз бұл күшті продакшн курсы. Бұл күшті продакшнда біз монтаж жасауды үйренбейміз. Бұл жерде біз клиентті қалай табамыз, клиентпен қалай келісеміз, сценарий қалай жазамыз, продюсерлік жұмыс неден тұрады,
қалай локация табу керек, қалай актер табу керек, қалай реквизит табу керек, қалай былайша айтқанда керек нәрсенің барлығын видеоға табу керек, қалай пландау керек. Ең маңызды нәрсе съемкада бұл план. Қалай план жасау керек, соның барлығын осы күшті продакшн курсында үйренетін боламыз. Қазір бір сабағын ғана ашып көрсетейін. Нат деген нәрсе бар, біреуі натура. Қараңдар, натура ол, если сіз съемкаңыз далада өтсе, ол натура деп айтылады. Если сіздің съемкаңыз помещенияның ішінде болса, ол интерьер деп бөлінеді. Яғни қазір нат десе, значит, оқиға далада болып жатыр. Сонымен достар, біздің супер порталымыз осындай, супер курстарымыз осындай. Осы курстар туралы сіздер толығырақ менеджерден білсеңіздер болады. Барлықтарыңызды осы сабақтарда күтеміз. Бұл сабақтар Қазақстанда бұдан басқа motion үйрететін сабақтар жоқ қазақ тілінде. Әзірше сол үшін бұл осы салаға кіруге, осы саланы үйренуге, осы салада шебер болуға керемет мүмкіндік деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.